Қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді кешкі ас картоп езбесінен дайын болатын тағам жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны тоқтатпай соңына дейін қараңыздар және сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдыменен қызықтырған табағымызға сұйық майымызды құямыз және оның үстіне сары майымызды салып, майымызды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін алдын ала осылай ұсақтап туралған кез келген етті салып қуыратын боламыз. Менде жылқының еті, кез келген қойдың, сиырдың етін қолдансаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай етімізді ұсақтап турап, қысып тұрған майымызды жақсылап қуырып, оны 5-10 минут бұқтырып қоятын боламыз. Етіміз жақсылап сап-сары болып қуырылғаннан кейін алдын ала осылай туралған сәбізімізді және пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Міне осылай жақсылап қуырылғаннан кейін бетін жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы уақыт аралығында менде осындай дүкеннің томаты болды. 2 ас қасық томатымызды және оның үстіне 1 бокал суымызды құйып, томат пен суымызды араластырып, бір келкі масса болғанша жақсылап осындай соусын дайындап алатын боламыз. Міне енді осылай етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін тағы бір мәрте жақсылап оны араластырып аламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін 1 қасық ұнымызды салып, тағы да бір мәрте жақсылап қозғап араластырып аламыз. Міне осылай ұнымыз барлық жеріне жетіп араласқаннан кейін оның үстіне дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Менде осындай сарымсақ, лавр жапырағы, тұз және тағамға арналған дәмдеуіштер болды. Барлығын қосып бір келкі етіп араластырып аламыз. Осылай араластырып қуырып алғаннан кейін жаңағы алдын ала дайындаған томат соусымызды осылай үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егер де томат соустарыңыз көп болып кетсе, оның аз бөлігін алып қалсаңыздар да болады. Міне осылай жақсылап томат соусымызды бір келкі барлық дәмдеуіштерімізден араластырып болғаннан кейін, оның үстіне 2 бокал суымызды құятын боламыз. Суымыз міндетті түрде етті батып тұратындай болу керек. Мұздай су құямыз және жай отта 1,5 сағат бұқтырып қайнататын боламыз. Міне бұқтырып қайнап жатқан кезде енді біз картоп езбесін дайындайтын боламыз. Алдын ала картоптарымызды осылай ашып турап, суға салып, жай отта қайнататын боламыз. Картопымыз қайнап жатқан кезде енді мен осындай қара құмықты алдым. Осы қара құмықты жақсылап суға жуып, бұны да ыдысымызға су құйып, қара құмығымызды дәміне қарай тұзын салып, жай отта осылай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қара құмықтарымыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Осылай пісіріп аламыз. Міне картопымыз да дайын болып пісіп қалды. Енді суынан төгіп аламыз. Суын төккен кезде аз мөлшерде астына суын алып қаламыз. Енді оның үстіне сары майымызды және ыстық сүтімізді құйып, картопымызды бір тегіс етіп езіп шығамыз.
Міне біздің картоп езбеміз де дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай картоп езбеміз өте жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Осылай қалаған формаларыңызға салып жасасаңыздар болады. Мен енді осылай қасықпен салып, бір тегіс етіп жайып шықтым. Егер де өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаға салып жасасаңыздар да болады. Және оның үстіне жаңағы пісіріп алған қарақұмығымызды қойып шығамыз. Егер қарақұмық қоспаймын десеңіздер, жай ғана картоп езбесінен жасасаңыздар да болады. Мен енді тойымды болсын деп үстіне осылай қарақұмықты қайнатып қойдым. Және оның жан-жағына жаңағы дайындап алған, еттен дайындалған подливтерімізді осылай құйып шығамыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Әсіресе қыз-келіншектер кешкі мезгілде не тамақ істерлеріңізді білмей жатсаңыздар, осылай отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Қазір сіздермен бірге дәмін көреміз. Дәмі өте керемет, картошкамыз да өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Алтынай. Астарыңыз дәмді болсын.